Ассаламалейкум, қадірменді қазақ елі. Бүгін 2023 жылдың қаңтар айының 8-і. Бүгін біздің Атажұрт партиясының офисіне Мұратбек Ділшатұлы Тоқтанов мырза келіп отыр. Бұл кісіні мен талай айдан бері танимын. Ақын, қоғам белсендісі. Енді көп адам біле бермейтін шығар бұл кісіні. Өйткені бұл кісі көп экранға шыға бермейді. Негізі ондай әуестігі жоқ. Бірақ бүгін біздің офисқа арнаулы келіп, біздің партияға мүше болу өзінің өтінішін айта келіпті. Және бір жағынан бізді қолдайтындығын білдіріп жатыр. Енді осы арада бір кішкене әңгіме дүкен құрсақ деп отырмыз. Ал енді мәке өзіңіз туып өскен жеріңізден, бала шағыңыздан кішкене айтсаңызшы, халық білсін. Қайсы облыста туып өстіңіз, қайсы аудан, қайсы ауылда деген сияқты. Мен 1975 жылы бұрынғы Шымкент облысы, қазір Түркістан облысы. Түркістан облысы Созақ ауданы Балсу деген елді мекенде туылдым. Негізінде сол Балсудың өзінде емес, оның жоғары жағында үлкен жаңағы тау бар, атақты Қаратау. Қарт Қаратау дейміз, көне Қаратау дейміз. Сол Қаратаудың бір орта белінде Қарасай деген жайлау бар. Сол жайлаудың төрінде Дулат төбе деген үлкен бір төбе бар. Сол төбеде жаңағы қазақтың киіз үйінде қойшының малшының отбасында дүниеге келген. Қазақи. Сонда оқыдыңыз сол жақта? Енді сол мектепті Балсудағы Жамбыл Жабаев атындағы орта мектепте оқыдым. Алғашында бір 4-ші классқа дейін сол мектептің қойшының балаларына арналған мектеп интернатында оқыдық. Одан кейін жаңағы әке-шешеміз ауылдан бір шағын үй салып сатып алды да. Қалған жаңағы класты сол үйде оқыдық мектепте. Не оқыдыңыз ба? Жоғары оқу орындарында оқыдыңыз? Енді жоғары оқу мен оқымадым. Оқыған жоқсыз? Алматыға әскерді борышты атқарып келген соң. Қай жерде болдыңыз әскерде? Мен өзіміздің Қазақстанда, Приозерск деген жерде. Қайсы облысқа қарайды? Ол Жезқазған, Қарағанды облысына қарайды ғой. Балқаш көлінің жағасында Приозерск деген. Картаға түспеген қала өзі. Балқаштан айналасы екен ғой? Балқаштан айналасы. Кезінде Ресей 49 жылға арендаға алған жер екен. Сол жерде 1,5 жыл әскерде болып келгеннен кейін осы арман қылып Алматыға оқуға келеміз деп келіп 1-ші жылғы оқуға сол түсе алмай қалдық та. Содан кейін өміріміз басқа арнаға бұрылып кетті, құрылыс саласына. Содан бері осы әйтеуір ел қатарлы бірде құрылыс, бірде үйдің шаруасы, өзімнің жеке тіршілігім деген сияқты. Арасында жаңағы жазып қойып, өлең жазып қойып. Осы кезде. Сол бізде жаңағы өткенде сізбен әңгімелескен неде болдық қой. Сол кезде қонақта бірге болдық қой. Сол кезде өлеңіңіз әжептәуір жақсы болды. Біз тыңдадық. Сол жерде отырған бәріңіз ұнады. Ал сізде бұл өнер қайдан? Қалай? Бұрыннан жалғасқан неде бар ма, жоқ? Мен енді 7-ші класстан екен осы 1-ші рет өлең жазғам сол 7-ші классымда. Кімге арнап жаздыңыз? Қызық болса. Жазған отырсыз ба? Оны ұмытпадым. Осың көй ұмытқан жоқ. Класстасқа арнап жаздыңыз? Класстасқа ма екен? Бір жазғаным бар. Ол себебі сол жылдары біздің қазақтың даңқты жазушысы Әділхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол-жылдар деген кітабы бар, оқыған шығарсыз. Сол кітапты оқып, сол кітап әсер етті ме екен? Ең бірінші рет жазған өлеңім сол жаспыз махаббат жайлы кетіп қопты жаңағы.
Сонда Есте бар ма ол өлең? соны ұмытпай жүредім, кейде еске түспей қалады. Иә, көгершіндей қол жетпес бұтақтағы махаббатты аңсаймын кітаптағы. Кейіпкерге еліктеп ұқсап кетем, ажылғандай бір маған құшақтағы, белгісіз бір сезім кеп құшақтады деп. Ең бірінші алғашқы өлеңім. Одан кейін де енді біраз жазып едік оны, біреулер есімде, көбісін ұмытып қалыптым. Шынымды айтайын, ана елдің де өлеңін жаттай алмаймын, ұмытып қаламын. Өзімнің өлеңдерімді де сол ұмытып қаламын. Жазасыздар сол жерде жазып алға нетпесіз де? Иә, жазып қойып қоямын. Енді кейбіреулерін жиі оқығандарымды есімде қалады. Оның өзін кішкене еске сақтап, есіме түсіріп отырғанда зорға айтпасам, былай бірден судыратып жаңағы оқытамын. Баспасөз беттеріне, мысалы әлеуметтік желіге шыққан, әсіресе баспасөз беттеріне шыққан өлеңдеріңіз болды ма? Жолдадыңыз ба онда? Иә, аудандық газетке бір 5 өлеңім жарияланды. Қай жылдары? Осы былтыр ғой деймін, былтыр. Аудандық газетке. Созақ аудандық газет. Аудандық газеттің аты Заман тынысы ма еді? Иә, бұрын молшылықшым болған. Қазір Заман тынысы редакторы Сәрсенбек Теңізбаев деген ағамыз. Сол газетке шықты екен. Сол ауылға барғанда менің бір осы өнердегі досым Дәулет деген жігіт, бір жағы енді жасы бір жас қана үлкен болғанмен өте білімді қазақтың азаматы. Сол кісінің арқасы сол ауылға барғанда мен келетінімді естіп бәрін дайындап қойып алдын ала, мен оны білмеймін. Автобустан түсе салысымен күтіп алып редакцияға алып барды. Одан Гүлнар деген тәтеміз жұмыс істейді. Сұлтанбек Қожанов атындағы жаңағы музей. Музейге ертіп барды, таныстырып, ауданның нелерімен, мұрағаттарымен ескі. Мен енді ертерек кетіп қалдым ауылдан. Сол 21-22 жасымда. Содан кейін бұйыртқан уақытта 3-4 жылда, 5 жылда соғып тұрамыз. Сонда жаңағы аудандық кітапханаға соқтық. Ол жетегіледі де жаңағы сұхбат алып өстік. Сондай жағдай болғаны бар. Сонда ана жаңа Дәулет деген досыңыздың қозауыменен шығып қалды өлеңіңіз. Өзіңіз ондайға мән берген жоқсыз көп? Мен мән берген жоқпын мен. Сол өлеңді шығарайын деген талпыныс жасағансыз? Жоқ, талпыныс жасаған жоқ. Одан бір әлеуметтік желіде енді өлеңде салмаймын ол кезде. Өзім жазып үйге қойып қоямын. Біреулерден сөйлесіп әлеуметтік желі арқылы. Кейіннен Омархан Алтынбекұлы деген ағамызбен танысып, сол кісінің жаңағы біраз демеуімен халықаралық жазушылар одағына мүшелікке өттім. Жаңағы авторлық қоғамға мүшелікке өттім. Жаңағы өлең өткелдері, содан кейін айтыскер ақын қазақстандық елге танымал Бөрібай Оразымбет ағамыздың басқаруымен Көкбөрі деген топ бар, шағын ақындардан жиналған. Сол кісілердің жаңағы бірігіп шығарған Көкбөрі деген кітап. Сол кітапқа бір 7 өлеңім жарияланды. Соның қай жылдар ол? Осы өткен жылы. Енді жаңағы Омархан ағаның тобы, өлең сөздің патшасы тобы. Ол жерде бір 40 шақты ақындар бар Қазақстанда бас қосқан. Соның өлең өткелдері деген бір кітап шығарып ортақ. Сол кітапқа бір 5 өлеңім жарияланды. Енді осы биыл құда қалса тағы бір кітап шығарамыз деген ниеті бар Омархан ағаның. Сол кітапқа тағы бір 7 өлеңді енді жібердім. Жақсы болған. Сонда сіз халықаралық ақындарының несі мүшесіз? Жазушылар одағы ма ақында? Жазушылар одағы. Халықаралық? Халықаралық. Халықаралық жазушылар одағы. Сонда үйім бар екен енді. Соған мүше болдым 2022 жылы жазында ғой дейміз.
Өткенде бірге қонақта болған кезде сіздің бірнеше өлең оқыдыңыз ғой. Соның ішіндегі анау бір түс көріп, бір осындай бір атты кісі түсіме кірді деген бір сонымен сол байланыспен шыққан бір өлеңіңіз бар екен. Соны мүмкін болса оқысыңызшы. Сол өлең керемет екен. Несінде айтыңыз, қандай түс көрдіңіз, оны да айтып бар кетесіз ғой, көрерменге түсінікті болсын. Ол өлеңді жазғанда күндіз жұмыстан келіп аз-маз кейде бір мызғып аламыз ғой, шаршағанда. Сол бір қалғып кеткен екен, түс көріп, жаңа түсімде мынау күнбатыс жақтан алтын адам дейміз ғой, сол жақты киімген киімі де алтын сияқты, астындағы аты да алтын, жаңағы енді күнге шағылысып, бүкіл енді адамның да аттың да бүкіл тұла бойы түгел алтын сияқты шағылысып бір аспанға кісінесіп тұрған несі бар. Түсімде соны көріп жатып оянып кеттім. Бүкіл сау түсемін бәрі. Соны көріп жатып оянып кеттім да, соны өзім келемай бір шамалы уақыт жатып, содан кейін аяқ асты жаңағы өлең жазайын деп келмейді, аяқ асты келеді ғой өлең. Сол өлең келді, сол кезде енді жазып алдым отырып. Ол енді осы міне ол өлеңнің атын басында енді Ғұн баба деп қойдым. Кейіннен ол Ғұн бабаны алып тастадым да баба рухымен сырласу деп жаңағы өлеңнің атын қойып оқып берейін. Бабам-ау, осы алып кім апай төс мінген арғымақ, тұрған-ай келіп алыптың жанына жақын барғымақ, күмбездей алтын дулыға көзімен күннің таласқан, бара алмай тұрмын булыға, кім болды екен бағасқан, сауытта алтын бәрі анық, алтыннан соққан найзаны, көзіме менің қадалып елестеді ме, қайдағы апшысын жердің қуырып тарпиды тұлпар тұяқпен, жетелер мені бір үміт белгісіз маған қуатпен, иесін ұғып тұр білем аспанға шапшып арғымақ, өзімше мен де білгірем ой санам қалай қалғымақ, ұққандай болдым сәтті осы, бабам бұл менің өзін ақ, боламын ба ат қосшы келеді қолды созғымақ, алтыннан екен тағасы, шегені қаққан алтыннан, келсін бе екен ағасы сүйінші сұрап халқымнан, үзеңгі тартпа қиысқан жүгенмен ноқта тізгіні, алтынмен бәрі құйылған ертоқым желдік шылбыры, алтыннан екен қамшысы, етікпен қару қалқаны, теңдіктің осы жарысы таусылмас мәңгі талқаны, тұрайын қарап қызыға, не айтам барып не дейін, бүгінгі ұлмен қызыңа бүлгілдей қоймас көмейім, жартысын мына әлемнің иелік етіп жатырмын, деймін бе мен кім әлем кім, деймін бе сендей батырмын, жартысы қайда жерімнің, не үшін кімге не бердің, теңдігі қайда елімнің деп сұрай қалса не дермін, азатпын дейін, азатпын, жат емес оған бұлығым, азаттығы үшін қазақтың күрескер мен де ұлыңмын, жауап жоқ сансыз сауалға ұяттан жанып тұрып етім, көрсетер ұлы адамға лайықты бар ма құрметім, Қытайдан шыққан қазанды, орыстан келген отынды, тарих қып қалай жазам мен, қай тілде жазам хатымды, тауларға ұқсас таутылға, көзіме жасты парлаттың, молдалар біліп қайтуда араб кім, дін кім, әруақ кім, сиынам саған әз бабам, бүгінгі сыйқым осы енді, қасыңа бара алмаған, ұлыңды кешір қош енді. Мына өлең деген керемет өлең ғой. Жаңағы бұның ішінде анау қазанымды Қытай өндірген, отыным орыстікі деп. Дәл қазіргі жағдай ғой.
біздің өзіміздің істеп жатқан өндіріп жатқан ештемеміз жоқ. Киімімізден тартып бәрі Қытайдікі, немесе қолданған заттарымыздың кейбір орыстікі болуы мүмкін шынымен де. Енді еңсесін тіктеп келе жатыр ғой. Соңғы кездер осы енді соңғы 1-2 жылда деп үміт бар болашаққа. Әрине үміт үзбейміз. Біздің еліміз бұдан да өтер жақсы күнге жетерміз әрине. Құдай қаласа. Жаңағы бүгін міне қайтадан бір таныстырып өтейік. Біздің Атажұрттың кеңсесіне келіп отырған Тоқтанып Мұратбек Ділшатұлы ақын, жаңа өзі айтып өтті, жазушылар қоғамының мүшесі, халықаралық жазушылар қоғамының мүшесі, ақын, жаңа бір өлеңін тыңдадыңыздар. Ал енді өзіңіздің отбасы жайлы? Отбасымда сол әйелім, 2 ұлым. Қазір енді Алматыда тұрасыз? Алматыда тұрамыз, Қырғауылды деген ауылда, осы Қарасай ауданында. Балаларыңыз оқып? Балаларым оқып отыр. Үлкенім мектепте, колледжде. Өзімде біраз жыл құрылыс саласында еңбек еткеннен кейін балалар оқысын, әйтеуір ертең елдің болашағына бір үлесін қоссын деген ниетпен Қазақ бас сәулет академиясына түсірдім, колледжге. Енді әйтеуір қолдан келгенше білгенімізді айтып, түзу жолымызды нұсқап, дұрыс жолға бағыттап жіберемін деген ойдамын. 2-ші ұлым мектепте 9-шы класс оқиды. 9-шы сынып. Ал үлкен сол құрылыс мамандығы оқиды? Соны оқып алар енді. Өзіңіз сияқты. Олар 2-ші ұлым мектепте 9-шы класты бітіреді. Биыл оның да сол мамандыққа барсам ба деген ниеті бар енді. Бұйыртқаным болады. Біздің енді өмірдегі басты мақсатымыз балаларды әйтеуір түзу жолға, адал еңбекке баулып, сол түзу жолға салып жіберсек, біздің өмірдегі бар мақсатымыз сол. Жазда мен тиіп қашып сізден ана IT-ді үй салып жатырсыз ғой. Соны көріп жүрдім, анау балаларыңызды кәдімгі 2 бала үй салды кәдімгідей, бар жұмыстарын істеп, өзіңіз бас көз болып қарап жүрдіңіз. Бірақ қолымен істеп, екеуі тұр. Жазда қашан барсаң жұмыс істеп жатты, үй салды. Енді ол деген негізі тәрбиенің үлкені сол ғой, еңбекке болу ғой. Оны 1000 рет ауызбен айтпе бүйтпе деп айтқаннан ол еңбекпен тәрбиелегенді ол біледі ғой. Содан сүйсініп жүрдік, мына кісі баланы тәрбиелеу жолы дұрыс екен деп айтып қоямыз арасында көрген сайын. Өйткені бала сол әкеге қарап өседі ғой, әкеге қарап өседі. Сен не істесең соны істегісі келеді. Өйткені әке деген бала үшін асқар тау. Сол үшін балаға жақсы әке болу үшін де адам бірінші өзін өзі жақсылап тану керек, өзін өзі білу керек. Өмір бақи өзін өзі зерттеп, өзімен өзі күресу керек адам деген. Жақсылыққа әйтеуір жанашыр болып жүрген. Күнделікті өмірде әрбір ауыз сөйлеген сөзің, істеген ісің сол балаға үлгі болу керек қой. Ол өзі арақ ішіп отырып, балам сен арақ ішпе деп, өзі қайдағы боғауызды айтып отырып, балам сен боғауыз айтпа деген, ол тәрбие болмайды ғой. Әрине. Ол тәрбие болмайды. Әрбір ауыз сөз, істеген ісің сол балаға үлгі болу керек. Солай ғой өмірде. Ал жұбайыңыз сол ауыл жақтық ма, сол жақ жақтық ма? Жұбайым ол Түрген деген ауыл. Есік жақта? Есік ар жағында Түрген деген ауыл бар. Сол жердегі. Еңбекшіқазақ ауданы. Қазіргі таңда енді үйде. Сол жаңағы сол жолдасыңызға арнаған бір өлеңіңіз болды ғой. Жаңағы 8 наурызда гүл бере алмай қалды дедіңіз ба? Сол өлеңіңіз ба? Дайын ба? Оқып берсеңізші. Жақсы өлең екен. Ол гүл бере алмай қалдық, талай бізде гүл бере алмай қалдық, бірақ сіз ұқсап өлең шығара алмадық біз. Сіз гүл бере алмай қалдық, бірақ соны әдемі өлеңмен айтқансыз, керемет екен.
соны осындай кезде жаңағы сұрайды, бір өлеңді оқып бересің ба деп. Мен жаңағы бір әдетім сол, өлеңді жаттай алмаймын, өзім өлеңім болса да. Жиі оққан өлеңдерім болмаса, көбісі есімде тұрмайды ол. Ұмытшақтық. Ол мынау өлең ғой. Көрерменге қандай жағдайда шыққанын түсіндіріп жіберіңіз. Қатырақ шарап алсаңыз. Қандай жағдайда болғанда 8 март келіп, жаңағы үйдегі жеңгеңізге бір себептермен әйтеуір гүл сыйлай алмай қалдық. Үйге кіре алмай қалай жаздыңыз? Деп қой, қалдыңдық қой. Сол ренжігенде енді ол кісі анау мынау ренжіп өйте қалатын. Бірақ айту гүлдәметтен негізі. Енді кімде болса әйел 8 март мерекесі гүлдәмет еді. Сол кезде ол гүлді қайтесің, мен саған өлең жаздым дедім. Сол мезетте болса ғана ұяттан ба әйтеуір аяқ асты осы өлең келді. Бұл да бір 15 минут 20 минуттың аралығында жазылған өлең еді. Жоқ, керемет. Көрермен бүкіл халық тыңдасын. Бұл жақсы деген, жақсы өлең деген бүкіл халыққа арналу керек, барлық халық тыңдау керек қой. Қазір неге сапасыз өлең, сапасыз ән қойып, оның қарағанда сіздің мына өлеңдеріңіз деген керемет қой. Дауысты қаттырақ шығарып, қолды сермеп тұрып оқыңыз. Уақытымды ұрлауда күндер менің, былтырғыдай тағы да гүл бермедім. Тозаңынан гүлдердің балдай өлең ұсынайын, басқаға үлгермедім. Жүрегімнің зәресін ұшырамын, гүлді қалай жұламын, ұсынамын. Бір тал шашын үзгенше жер ананың үзілейін, сен соны түсінәнім. Барма гүлдің қадірі сатып алған, әсемдікті жылама, басы бар жан. Менің сүйем екеуміз мәңгі бірге болсақ деген жай ғана асыл арман. Мені қазір қинама, жаным айым, гүл керек пе, күтейік, мамырайын. Қырдың гүлін сипада алақанмен, маған қара бақыттан жарылайын. Керемет. Керемет өлең ғой. Енді өлеңді жазайын деп жазбайсың, жаңағы өзі Мұқағали атамыз айтпақшы, құлағыңа бір сыбырлағандай болып кеп тұрады ғой, миыңа кеп құйылып жаңағы. Тек сол миыңа келген дүниені ұмыт қалмай сол мезетте жазып алып үлгеріп қалу керек. Біз ол ұшып кетеді, қайтып айналып келмейді. Сол жаңағы сол шақта жазып алып қалу керек. Кейде үрілді машинамен келатқан кезде бір келеді өлеңдер, кейде бір әуенімен келеді. Сонда қай жерде келе жатайын, тоқтай қаламда дереу жазып аламын. Содан кейін үйге келген кезде жаңағы өлеңге қайта қарасаң, ар жағынан Құдайдың құдіреті қайтадан кеп жалғаулары кеп миыңа құйылып жатады. Егер басын ұстап қалмасаңыз, ол басын ұстап қалмасаңыз кетті. Жоқ. Бір ақын ағамыздың да сұхбат бергенін естіп қалып едім. Сол кезде өлең қандай жағдайда жазасыз деп еді, ана ағамыз айтып қалды. Ой, өлеңді жазбайды, өлең туады деді. Өлең туады деді. Сол ғой енді. Сол ғой, өзі жазайын деп жазбайсың, отыра қалып. Бұл қолыңа жаңағы ақ парақпен қаламыңды алып алып, оның бетіне қарап, азаннан кешке дейін қанша отырсаң да, ештеңе жазбайсың бәрі. Өйткені өзі жаңағы Құдай миыңа бір салады. Себеппен. Бір толқыныстан, жаңағы толқудан бір нәрсеге. Сондай кезде де ол еріксіз өзі кеп миыңа кеп құйылады. Сол кезде жаңағы оған өзіміз әдеттеніп қаламыз, жаңағы отыраға әйтеуір жазып алудың ыңғайын қамын жасаймыз. Жазулы өзіңізді үйге жинап қойған еліңіз бар ма? Өлеңдеріңіз жазулы тұр ғой, иә? Құдай қаласа бір 150-ден асты, 154 болды нақтысы. Өткенде бір есептеп қойып едім. Дайын тұр, иә? Көп те жазбаймыз анда-санда сол. Ал енді мен ғой бізге өткенде қатты әсер еткен өлеңдеріңізді сұрап отырмын. Ал енді өзіңіздің өміріңізде бір ерекше бір жағдайларға байланысты туған, өзіңізге өте жақын өлеңіңізден бір екеуін оқып берсеңіз.
Бұл ондай да бар. Ондай мысалы болады ғой. Мысалы бәленбай баласы бар адамның да ішінде бір баласының орны бөлек болып тұрады. Сол сияқты өлеңіңіздің барлығы өзі сіздікі болғанменен оның ішінде де тағы да ерекше бір жағдайларменен соған байланысты ерекше бір оқиғаларға байланысты туған өлеңдеріңіз болса. Енді бір қазір соңғы 2 жылда кітапханаға баратын адамдардың қарасы қайттан дұрыс кішкене көбейіп дұрыс болып қалды. Алдыңғы 5-6 жылда енді кітапханаға барамыз, бір кітап оқығымыз келеді. Адам өзін өзі дамыту үшін кішкене оқу керек, іздену керек. Сонда барғанда адам көрмейтінмін көп. Бір адам келеді, жүреді, кетеді деген сияқты. Енді сапырылып жатқан ешкім жоқ. Кейде 1 сағат 2 сағат жүріп қалғанда да бір бөлек келген бір адамды да көрмейтін кездер бар. Сол кезде бір кітапханада ой деген өлең жазып едім, үйге келгенде есіме түсіп. Өмірде мынау жақсымен жаман аңдасқан, ақындар қайда, кеудесі биік нарғасқан, көңілі ашық оқырман қайда, көреген сөреден көрем, тізілген кітап шаң басқан, саналы ғұмыр сорғалап терін төккен деп, күмескі ойлар еңсеңді басар көктен кеп, табалдырыққа тағзым етпей өтпейік, ол тұлғалар қанша мәрет аттап өткен деп, тұрғандай әлі терезе тұстан нұр тамып, елес өткен күндерді еске тұрса алып, бақытсыз жанға өмірдің азы бір тамық бақытты ақын, баянсыз күнде тұрса анық, қиыннан талай қиыстырса да жол салған, қол созған айға орындалардай болса арман, ол адамдардың қалықтап жүрау рухы осынау жерде тас қабырғамен қоршалған, ғасырлар куә үлкенді кіші өкшелеп, бір буын келер беретін ұлы көшкелеп, көмкерген ойды көтеріп шығып келемін, көтермей қайтем, көтермеуге де жоқ себеп. Керемет. Кітапханаға енді қазір енді кішкене адамдар қайтадан бара бастады дейсіз ғой, кітапханаға? Кішкене дұрыс. Енді соңғы кезде осы жаңа жылдың алдында да бардым, біраз жаңағы жақсы кітаптарды іздейміз ғой, жаңадан шыққан кітаптарды оқығымыз келеді, елдердің еңбегін. Олар да жаңағы ел оқу үшін жазады, соншама ұйқылар түндерін жаңағы қиып адамға ертең қоғамға біздің өзіміз керек емеспіз, біздің еңбегіміз керек қой қоғамға, адамдарға. Сол үшін әйтеуір дұрыс елдер жастар ғибрат алатындай бір кішкене жақсы дүние, аз болса да бір жақсы дүние қалдырсақ па деп ойлаймыз. Жаңағы 154 өлең деді ма? Сол өлеңіңізді баспаға беруге дайындап жатсыз ба? Ондай әрекет болып жатыр ма? Құдай қаласа ойым бар, енді биыл көктемге қарай екен ниетім бар. Кітап қып шығаруға? Кітап қып шығаруға енді. Баспадармен сөйлесіп көрдіңіз ба? Сөйлесіп бір жерге бардым. Енді кішкене қазір үкіметтің өзі адамның ақыны болсын, жазушы болсын, әнші бол, композитор бол, бәрін адамның өзіне етеп тастады ғой үкімет деген. Өзің жаз, өзің шығар, өзің сат, өзің күніңді көр деген сияқты. Баспаға өзің төлейсің, одан кейін өзің сатасың кітабыңды. Оның бәрін біздің өзіміз мойнымызға артып қойды қазір үкімет енді. Енді биыл кішкене қолға алады деген бір сыбыс шығып жатыр. Өткенде жаңардың алдында қоғам мүшелері, авторлық қоғам мүше біраз адамдар жиналып конгресс қолда, конференция залында жиналыс болды. Байғали ағаны бастап сол кезде осы мәселелер кішкене енді үкімет тарапына қарай біраз жолданды деп ойлаймын.
Ақын жазушыларға еңбектерін шығаруға қолдау көрсету жөнінде ме? Қолдау көрсеткенге жаңағы қаламақы дейді, сондай төлегенге. Қазір енді ешкімге төленбейді екен ондай. Төленеді деп естиміз, төленсе де бір тиын тебен мардым жоқ. Соны өткенде сол Байғалияға бас болып, кішкене үлкен жиналыс болды осы мәселе төңірегінде. Бұл да енді сол үкіметтің құлағына жететін шығар деп ойлаймыз. Депутат мырзалар да бар ғой, осы өнерден шығып депутат болып отырған. Сол сөзіміз құлағына алтын саға деп қоямыз енді. Міне бүгін жаңағы ақын Мұратбек Ділшат Тоқтанов ағамызбен кішкене сұхбат болды. Әрине ағамыздың өлеңдері көп, оқыта беретін болсақ әлі талай бірнеше сағат оқитын өлеңдері бар. Дегенменен де енді біз бір сұхбатта ол өлеңдердің барлығын әрине оқыта алмаймыз. Дайын тұрған 150 қанша өлеңім бар деп отыр, бірақ әлі баспаға берілмеген. Оғанда әрине ол енді өзі төлейтін болса қаражат керек, қолдаушы керек деген сияқты. Осыны көріп отырған көрермендер болатын болса, егер де демеуші боламын дейтін болса, осы бізге хабарласуына болады. Біз арқылы осы Мұратбек мырзаға егер де кітабын шығаруға себепші болсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Аяқтаймыз ба, жоқ әлде де өлеңіңіз оқитын нелер бар ма? Оқисыз ба? Бір өлең оқып жүрсеңіз сонымен аяқтайық. Иә. Енді бұдан кейін өлеңдерді жаттап жүретін болдық. Кейде осындай кезде жаңағы әшейін дауы жатпас, тойдың өлең таппас деп ұмытып қаламыз. Ойға түспей қояды өлеңдер. Енді мынау өлеңім бар еді, жақында жазған. Әр жазған өлеңінде өзі себебі болады ғой. Иә. Себебімді айтыңыз. Мен мынау қаланың сыртында бір жерге жұмыспен бара жатып, 7 адамдық орындық жаңағы таксиге міндім. Содан бір келіншектер мінді, күйеулер мен екеуінің балалары, біреуісінің баласы жылап мазасын алып жатыр. Содан кейін жаңағы шофердің жанындағы шынтағын қойып отыратын жері, соған алдына қарап отыршы деп баласын отырғызып қойып еді. Ана бала бұрылып, қайтына кейін қарап мәз болып тұр. Жүзінде қуаныш, жаңағы жылап отқан бала деген. Алдық отырғанға мәз болып кетті. Алдын отырған қарап, шешесіне қарап, жаңағы жүзінден нұр төгіліп тұрып, мәз болып күліп отыр ана бала. Алдында жылағаны көз алдымда, ана күліп отқаны бар. Сол әсер етті ме кейін, сол кезде. Қанша жастардағы бала мөлшер? Мөлшесі бір 4-5 жастағы бала болды. Кішкене бала. Кішкентай бала. Соны көріп, білмеймін етір. Мына өлең, сол сәтте туған өлең. Таксиден сөз алып, тұра қап жазып алдым жаңағы. Бір баланың мұңайғаны жастырлаған жанарым, оғам десең жан дүниеме жақын келіп қарағын. Жүрегімнің барлық жүгі аяғыма түскен бе, бір баланы жұмата алмай әрең кетіп барамын. Мұнша ауыр болар меді, бір тал жастың салмағы артқа кетіп бара жатыр. Алға басқан әр адым, балаларды жылатпаңдар, әкелер мен шешелер. Көздің жасын құрғата алмас, немісінші неше бер, сырғанаған жанарынан жас сүрткен адамның алақанын сүйіседім. Бақыт қайда десегер, таза басып, жаза басқан әрбір сәтін пенделер жазмыш дейді, жазған болсаң кеше көр. Бір баланың қуанғаны, қуанышымды еселер, өмір солай көңілімде арқа жарқа көше бер, желмен бірге желбіреген қуаныштан, желбіреген кекілін сипаушы едім біреу маған. Бақыт қайда десегер, бір баланың жылағанда тағы бірде көз жасын сүрте алмасам, Тәңірім үкіміңді кесе бер деп. Иә, керемет екен ол.
сол баланың жылап одан кейін бір сәтте жаңағы күліп мәз болғаны сол кезде туған. Иә, сол кезде. Жылаған кездегі мазасызданғаны бар. Алдыға отырғаннан кейін жақырып ұрысқаны бар оған жаңағы. Содан кейін алдына тұрғаннан кейін жаңағы күліп мәз болып не қылғаны бар. Сол кезде әйтеуір осы сол сәттер жүрегіме жетті ме? Осы өлең келген. Енді оқитын кезде өлең көріп қой. Ал енді жаңағы енді тағы бір жаңалығым өткенде сіздермен үлкен бас қосуда отырып бәрі керемет жақсы адамдар кіре сап білектерін сыланып жаңағы дәрет алайық, намазымызды оқып алайық деп. Столда арақ шарап деген атымен жоқ. Бір керемет отырыс болды. Содан өзім ойланып жүрдім біраз уақыттан бері қарай. Өз көптен бері бір шешімге келе алмай Құдай хақтың жолына түссем бе деп. Сол 2024-тен бастап сол намазға да бет бұрдым. Жақсы. Сол жаңағы өткенде сол біздің мүшелерімізбен бірге сізде бір дастарханда отырып қалдық қой. Сол біздің ол енді біздің мүшелеріміздің бір аз ғана бөлігі, өйткені көп алыста келе алмады. Біздің мүшелеріміз мына тіркелмеген Ата-Жұрт партиясының мүшелері Өскеменнен Атырауға дейін, Орал, Ақтауға дейін, Петропавл, осы Алматы және оңтүстікте бар жерде біздің мүшелеріміз бар. Енді оның барлығы бас қоса алмадық, аз ғана. Бірақ сол біз қандай мейлі көп болып бас қоссақ та, аз болып бас қоссақ та, бізде жаңағы өзіміздің дәстүрімізге сай емес зат болмайды. Керемет, жақсы. Өйткені біз қазақпыз. Жаңағы арақ шарап деген өзі біздің бабаларымыз ішпеген нәрсе ол. Міне. Біздің бабаларымыз ағарған ішті ішсе. Ал шаман келсе іш, ағарған іш, қымыз іш, әлде де тұр іш. Сол арақ сатып алған, жаңағы спиртный сатып алған ақшаға сол ағарған да келеді. Келеді. Қазір бір жартыңның өзі 2000-3 мың теңге болып тұр бұл неде. Соны алып, одан сен соған бірнеше литр қымыз алып. Біздің әрқандай бас қосуымызда сол жаңағы дәстүрге, өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай ондай не болмайды. Жаңағы ал енді жеке өмірінде өзі біледі. Бірақ біз өзіміздің бас қосуымызда, Ата-Жұрттың бас қосуында ондай нәрсе болмайды. Өйткені біз ұлт деп, ел деп жүрген кезде біз алдымен өзімізден бастауымыз керек оны. Өзімізден бастауымыз керек. Сол көңіліме қонып, содан кейін ойландым. Хабарласайын Бекенге. Сол бізге де сіздің сол кезде мүше болайын деп сондай оймен келген жай бар енді. Рахмет. Ата-Жұрт партиясына мүше боласыз ғой? Құдай қаласа. Міне бүгін біздің Ата-Жұрт партиясы тағы да бір мүшемен толықты. Мүше болғанда да қандай мүше? Ақын, міне осындай ұлтжанды азамат. Яғни Ата-Жұрт партиясына бүгін бір ақын келіп қосылды. Біздің командамыз өсіп жатыр деген сөз. Қош келдіңіз біздің партиямызға. Біз қатарымыз толыға берсін. Ал енді сізге мынау сізге табыс тілейміз. Өлеңдер жақсы өлеңдер жаза беріңіз. Ақынмын деп жүргендер көп. Ол күнде жаңағы отырып алып, күшеніп тұрып жазып, ол туылмаған өлең. Отыраға байтөмен жазайын деген өлең, ол өлең болмайды. Ол өлең жаңағыдай туу керек. Түрлі жағдайларға байланысты туу керек. Мен өзім ақын емеспін, бірақ менің нағашы жағымнан ақындық бар. Ал енді мен жақсы тыңдарманмын. Менде ақындық жоқ, жақсы тыңдарманмын. Жақсы сөзді түсінем, білем. Оқырмандардың көзі ашық оқырмандар көп болды. Сол айтам. Сол оқырман деп біліңіз, жақсы тыңдарман деп біліңіз. Сондықтан сіздің өткенде өлеңіңізді тыңдағаннан ақ түсіндік. Сіз жай анау-мынау емессіз, сөздеріңіздің барлығы ерекше және қандай уақиғаларға байланысты туған. Олай солай болды. Бір өлеңіңіз бір ерекше бір уақиғаларға, жағдайларға байланысты туындаған. Сондықтан сізбен бір сұхбаттассақ деп соғын-ақ ойлағанбыз негізі. Соның сәті бүгін келген екен. Сізге де рахмет, уақытыңызды шығарып келгеніңізге.
иә, сізге табыс тілейміз. Алланы жаңағы дайындап отырған өлеңіңіз баспадан шықсын, кітаптан оқиық өлеңіңізді. Қаласа. Иә, жақсылықтар тілейміз. Ал енді қазақ даласында осындай біздің Мұратбек ағамыз сияқты нағыз ақындар көбейе берсін. Иә. Жалпы қазақ ақынды құрметтеген. Не үшін ақынды құрметтейді? Қызыл тілді жаңағы шешендер, сөйлегіштер көп қой, бірақ қазақ нағыз ақынды құрметтеген. Нағыз ақындар кімге болса да ақты ақ, қараны қара деп айтады. Халықтың мұңын ханға да жеткізген осы ақындар. Сондықтан халықтың мұңын жеткізе алады, шындықты айта алады деп, айтқанда да келістіріп тұрып айтады деп, сол үшін ақындықты жақсы көрген қазақ. Және өнері алды қызыл тіл деп, осы сөзді, ақындық сөзді ерекше бағалаған ұлтпыз. Ал енді сондай ақындардың жалғасы бүгінгі Мұратбек ағамыз міне осы Атажұрт партиясына арнаулы келіп отырған себебі, Атажұрт партиясының да ұстанымын, әділеттік жақтап, халықтың қамы үшін жүргенін түсінгендіктен келіп отыр. Сондықтан бүгін Мұратбек ағамызға да алғыс айта отырып, бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Жақсы, көріскенше күн жақсы, жеңісті күндерде кездескейік. Аман болыңыздар.